Абайдың шын есімі кім? Абайдың шын есімі Ибрахим. Дұрыс. Ол қай жылы туған? Абай Құнанбаев 1845 жылы дүниеге келген. Хан Абай Құнанбаев деген кім? Бас ақын. Жарайсыңдар құлындарым. Анашым, Абай ата тірі болса, биыл 175-ке келер еді. Иә, биыл Абай атамыз 175 жасқа толады. Ғалымның аты өшсе де, хаты өшпейді деген. Адамның адамшылығы істі бастағандығынан білінеді. Қалайша бітіргендігінен емес. Көңілдегі көрікті ой ауыздан шыққанда өңі қажады. Кісіге біліміне қарай болыстық қыл. Татымсызға қылған болыстық өзі адамды бұзады. Әкесінің баласы адамның дұшпаны, адамның баласы бауырың. Ер артық сұраса да, азға разы болады. Ес аз сұрар, артылып берсең де разы болмас. Өзің үшін еңбек қылсаң, өзі үшін оттаған хайуанның бірі боласың. Адамдықтың қарызы үшін еңбек қылсаң, Алланың сүйген құлының бірі боласың. Адам баласын заман өсіреді. Кім жаман болса, оның замандасының бәрі виноват. Мен егер закон қуаты қолымда бар кісі болсам, адам незін түзеп болмайды деген кісінің тілін кесер едім. Жамандықты кім көрмейді? Үмітін үзбек, қайратсыздық. Дүниеде еш нәрседе баян жоқ екені рас. Жамандықта қайдан баяндап қалады дейсің? Қары қалың, қатты қыстың артынан көгі мол жақсы жас келмеші ме еді? Ашулы адамның сөзі аз болса, ыза қуаты артында болғаны. Егер ісім өнсің десең, ретін тап. Биік мансап, биік жартас. Ерінбей еңбектеп жылан да шығады. Екпіндеп ұшып қыран да шығады. Жікшіл ел жетпей мақтайды. Желөкпелер шын деп ойлайды. Дүние үлкен көл, заман соққан жел. Алдыңғы толқын ағалар, артқы толқын інілер. Кезекпенен өлінер, баяғыдай көрінер. Бақпен асқан патшадан, меймен асқан қар артық. Сақалын сатқан кәріден, еңбегін сатқан бал артық. Жаман дос көлеңке, басыңды күн шалса, қашып құтыла алмайсың. Басыңды бұлт алса, іздеп таба алмайсың. Досы жоқпен сырлас, досы көппен сыйлас. Қайғысыздан сақ бол, қайғылыға жақ бол. Қайратсыз ашу тұл, тұрлаусыз ғашық тұл. Шәкіртсіз ғалым тұл. Бағың өскенше түлеуіңді ел де тілейді, өзің де тілейсің. Бағың өскен соң, өзің ғана тілейсің. Абай, 37-ші қара сөз.